Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін пончик дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Өте дәмді, жұмсақ, балаларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен таза ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Одан кейін ашытқымызды салатын боламыз. Одан кейін құмшекерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін бір жұмыртқамызды салып, тағы да араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін еріп тұрған сары майымызды салып, тағы да араластырамыз. Ұнымызды салып, жұмсақ қамыр еритін боламыз. Барлық заттар тізімін описание бөліміне жазып қоямын. Сол жерден қарап көріңіздер. Осылай ұнымызды салып илеп болғаннан кейін қамырымызды 1,5 сағатқа жылы жерге бетін жауып қоямыз. Қамырымыз көтеріліп дайын болды. 1,5 сағаттай тұрғаннан кейін қамырымызды жайып формаға келтіретін боламыз. Менің арнама тіркелмесеңіздер, подписаться батырмасын басып тіркеліп қойыңыздар. Комментарий жазып, лайктарыңызды басып кетіңіздер. Менің арнамда бұдан да басқа ыстық тағамдар, салаттар, пирожныйлар бар. Кіріп көріңіздер. Осылай жұқа қылып жайып аламыз. Одан кейін үйдегі осындай стакан немесе пиалайдың көмегімен осылай форма келтіріп аласыздар. Барлығын ойып болғаннан кейін бетін тағы да 10-15 минутқа жауып қалдырып қоямыз көтерілгенше. Көтерілгеннен кейін барып ортасын кішкентай тағы да домалақша кондитерский осындай крем құятынмен осылай ойып алдым. Барлығын ойып шыққаннан кейін қызып тұрған майымызға бауырсақ сияқты қылып пісіре береміз. Екі бетін қызартып. Осылайынан бәрін ойып шығамыз. Қызып тұрған майымызға салып, екі беті қызарғанша пісіріп аламыз. Осылай барлығын пісіріп алғаннан кейін толық суытып, шоколадымызға осылай аунатып аламыз. Барлығын аунатып болғаннан кейін бетіне өздеріңіз ұнайтын посыпка немесе ақ шоколадпен әрлесеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Баршаңызға ас болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі видеоларда кездескенше сау саламатта болыңыздар.